Басты кейіпкері Ләйлә қыз рөлінде жолдас Жансезім. Ләйлә қыздың жеңгесі Қатира рөлін сомдаған Сатуалды Жанна. Құмар рөлінде Үптіғұлов Әділет. Дәрігер рөлін сомдаушы Өтемова Жұлдыз. Үкіметтік партия мүшелерінің рөлін сомдаған Санақбаева Ақан, Қаршау Әсен. Бұл қойылым маған өте қатты ұнады. Бұл қайғылы және әсерлі қойылым екен. Бұл қойылым маған өте әсерлі болды. Бұл қайғылы қойылым маған қатты ұнады. Қойған қойылым мәңгілік бала бейнесі қойылымы өте керемет. Оқушылар әрбір кейіпкердің ішкі жан дүниесін ашып, көрерменнің жүрегіне жол тапты деп білем. Үлкен рухани кеш сыйлады. Оқушыларға да көрермендерге де өте керемет жоғарғы деңгейде ұйымдастырылған және сахнаға шыққан оқушыларда керемет алып шықты. Үлкен алғысымды білдіремін. Бүгінгі қойылған мәңгілік бала бейне қойылымы өте әсерлі болды. Бұл енді біздің қазақ тарихымыздағы ең бір қасіретті, қайғылы кезеңдердің бірі. Сол кездегі есейсе де бала күйінде қалған Ләйлә қыздың тағдыры барлық қазақты алаңдатты деп ойлаймын. Соны көрсете алған, сол қыздың тағдырын, образын көрерменге жеткізе алған оқушымыз Жансезімге сәттілік тілеймін. Және осы шығарманы өз деңгейінде дайындап, барлық оқушылардың алдына, өз әріптестеріміздің алдына керемет дайындықпен әкелген шығармашылық топ, Қамажай бастаған Гүлжайна, Ағниет, Назерке әріптестерімізге сәттілік тілеймін. Алдағы уақыттарда осындай қойылымдарды жиі қойып тұрсаңыз да нұр үстіне нұр болар еді. Мен бүгінгі спектакльде ойнаған рөлім Ләйлә атты қыз. Ол сонау Семей полигоны кезінде соң зардабын шеккен. Енді мен сол Ләйлә секілді көрермендерге өзім образын жеткізе алдым деп ойлаймын. Өзіме де ауыр болды. Ең бірінші қойып жатқан ауыр сахнаның бірі. Неде осы әйтеуір көрермендерге ұнаса, сол жақсы болады деп ойлаймын. Маған ұнады. Және де мен Ләйләні қаншалықты жеңешесі болып қатал болсам да өзімнің жүрегім ашыды. Жүрегім елжіреді бір жағынан. Жалпы бүгінгі спектакль маған өзіме ұнады. Тағы да осындай спектакльдердің көбеюіне мен тілектеспін. Тамашалағандарыңызға рахмет.